Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз сіздермен шоколадты құлпынай дайындаймыз. Шоколадты құлпынайды бұрын сіздер видеода немесе біреудің сыйлап жатқанын көріп, ауыздарыңыздан су ағып жүрген болсаңыздар, ал енді өздеріңіз үй жағдайында жасауды үйреніп алсаңыздар болады. Ең алдымен бізге балғын құлпынай керек және кез келген шоколад керек болады. Негізі Қазақстан шоколады болса әдемірек болады, және ол шоколады мол болғандықтан оған мен 82%-тік сары май қостым. Сары майды шоколадпен бірге, сары майдан бір 100 грамм алсақ жетеді, және шоколадты шыны ыдысқа, лажы болса үлкендеу сопақтау бокал сияқты ыдысқа майдалап сындырып салып аламыз, және оны тостаққа су құйып, водяной баня деп жатады ғой, водяной баняда, яғни газдың үстіне осылай видеодағыдай етіп ертіп аласыздар. Ертіп болғаннан соң жаңағы біздің балғын құлпынайымызды әдемілеп жуып, осылай құрғатқыш майлықпен сүртіп тазалап аламыз, және осылай таяқшаларға өздеріңізге ыңғайлап тығып алсаңыздар болады. Және оларды алып біртіндеп дәл видеодағыдай етіп, жапырақтарын кішкене астына қарай түсіріп, шоколадқа батырып ала берсеңіздер болады. Шоколадқа біртіндеп батырып болғаннан кейін әдемілеп бұл біздің шоколадты құлпынайларымызды холодильникке тоңазтқа саламыз. Айтқандай үйде менде кішкене банан бар еді, қалған шоколадты, сол бананды араластырып, оны да бізге балаларға шайға дайындап қойдым. Және бұл жерде айтқандай холодильникке, яғни тоңазтқышқа салмас бұрын түрлі себетін не десем болады, сепкіштерді пайдалансам болады. Для украшения. Украшения деген енді сәндік үшін, әртүрлі жағдайларда мен бұл жерде присыпкаларды септім. Біреуіне вафельные крошки септім. Енді дәміне қарай әртүрлі нәрселер сеуіп жасауыңызға болады. Нәтижесінде осындай керемет, сочный, әдемі шоколадты құлпынай пайда болады, және шоколадты банан. Сіздерге осындай рецепті ұсынғаныма өте қуаныштымын. Осы видеодан қарап сіздер де дайындайды деген сенімдемін. Және сіздерге осы каналға тіркеліп, менің басқа да рецептілерді көруге ұсынамын.